Ассалаумағалейкум көрермендер. Бүгінгі шығарылымда орта салмақтың абсолюті чемпиондығын саралайтын жекпе-жекке тоқталсақ. Бивол және Бейтербиев сыны. Бұл жекпе-жек әлем күтіп отқан реванш жекпе-жеккі. Осыған дейінгі Сауд Арабиясында, ал Риядта Әл-Шейхтің бастамасымен болған жекпе-жекте төрешілер шешімімен Канада намысын қорғайтын ұлты шешен спортшысының мерейі үстем болған болатын. Ол айқаста теңдік барлық жағынан болды, біздің көзге. Биволдың аз-маз басымдылығы болған секілді еді, бірақ төрешілер шешен спортшы жеңгенін мәлімдеді. Айта кетсек, Бивол осыдан алдыңғы жекпе-жектерінде қазіргі ел аузында жүрген Канелоны төрешілер шешімімен жеңіп әлем назарын өзіне қаратқан болатын. Қазіргі орта салмақтың абсолюті чемпионы Бейтербиев 40 жаста және оның бұрынғы жекпе-жектері секілді қарқыны қатты емес екенін байқауға болады. Менің жеке өз ойымда, реваншта Бивол жеңіске жетіп абсолют атанады және де трилогияға апарары анық. Бұл бокс және бизнес. Әл-Шейх мұның барлығын жоспарлап отырғаны анық. Реваншта Бивол бастапқы 6 раундқа төтеп берсе, кейінгі 6 раунд толығымен Биволдың үстемдігінде болары анық. Бірінші кездесудегі көптеген қателіктер, сериялы соққылардың аздығы және сенімсіздік, сәл қорқыныш және отбасылық жеке өмірдегі көптеген кедергілер әсер етіп еркін жұдырықтаса алмады. Бейтербиевке келсек, ол өз күш үнемдеп бенза багын дұрыс өлшеммен пайдаланып және де өз соққыларын белгіленген жерлерге тигізіп отырса, аяқ-қол барлығы дұрыс жасап тұрса, Биволды бір домалатып алуға әл-ауқаты жетеді. Оның соққылары небір бастарды жұлып түсірер күш иесі. Жеке өз ойым, бұл айқас осы жылдың ең мықты жекпе-жектерінің бірі болары анық. Осымен бүгінгі қысқаша болжамымыз аяқталды. Арнаны қолдап лайк басып тіркеліп отырайық. Ол бізге мотивация болады. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын.